Бүгінгі видеода барлық ауруды емдейтін өзім ішіп жүрген емдік шөп туралы айтамын. Ал сіздерден қолдау каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қолда бар емдік шөптер мыналар. Бірінші, бүйрек ауруына бар, бүйрек ауру жолдарына, несеп жолдарына арналған нефрит, гломерулонефрит, пиелонефрит, цистит деген ауруларды емдейді. Және де асқазан ішек жолдарына, гастрит, язва желудка, ішек ауруларын емдейтін шөп. Сосын простатитті емдейтін шөп. Бұл шөптердің құрамы және де қалай дайындалу керек екен, қандай ауруға барлығы сыртында анық жазулы тұрады. Келесі бұл шөп гипертонияға арналған, яғни қан қысымы жоғары адамдарға арналған шөп. Поджелудочная железа ұйқы безін арнайы емдеуге арналған шөп. Және де қант диабетін емдейді. Қандағы қантты қалпына келтіреді. Келесі шөп болезни сердца, жүрек ауруларын емдейді және де сердечно-сосудистые заболевания дейді. Ол қан тамырларын, жүректің қан тамырларын кеңейтеді, қалпына келтіреді. Келесі емдік шөп ол тері ауруларын емдейді. Экзема, псориаз, аллергия сияқты тағы басқа ауруларды емдейді. Келесі өтті айдайтын және бауыр мен өтті емдейтін, тазалайтын шөп. Бұны өт жолдары бітеліп, застой желчі деп айтады ғой, сол бітелген кезде, ауырған кезде ішуге болады. Негізі бұл шөптердің барлық ауруға, адам ағзасындағы аурулардың бәріне емі бар. Толығырақ бұл шөптер жайлы, басқа да шөптер жайлы білу үшін описанияға номер жазып кетемін. Бұл шөптің ішін көрсетіп кетейін. Ішінде міне кәдімгі табиғи 100% шөптен тұрады. Міне терілген, кептірілген, арнайы ауруларға арнап салынған жиынтық. Дайындалуын сізге айтып кетемін. Емдік шөптің дайындалуы барлығы бірдей, тез әрі оңай дайындалады. Дайындалуы: емдік шөптен бір үлкен қасық аласыз, оның үстіне 0,5 литр қайнаған су құясыз. Содан кейін араластырасыз да қақпағын жауып 30 минут бұқтырып қоясыз. 3 мезгіл ішесіз, тамақтан 30 минут бұрын, таңертең аш қарында, түскі аста 30 минут бұрын, кешкі аста 30 минут бұрын ішіп аласыз. Мен өзім асқазан ішек жолдарының шөбін ішіп жатырмын және желчегонныйды ішіп жатырмын, екеуін бірге. Менің өзіме лично көмектесіп жатыр. Сондықтан да сіздерге кеңес беремін. Химиялық дәріден гөрі емдік шөптің пайдасы көп және де басқа ағзаға зиян тимейді. Иммунитетті, бүкіл ағзаның иммунитетін көтереді бұл шөп деген. Және де именно сіздің ауырып тұрған жеріңізді емдейді. Химиялық дәрі ол бір жеріңізді емдеп, келесі жеріңізді ауыртуы мүмкін. Ал емдік шөп ол деген бүкіл ағзаға айтқандай пайдалы, иммунитет көтереді және де тазалайды, организміңізді тазалап береді және де емдейді. Бүгін осы емдік шөптермен сіздермен бөліскім келгені. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қадір түні тілектеріңіз қабыл болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.